Сәлем достар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бір жұмыртқадан сода қосып, ешқандай миксерді қолданбай, дәл осындай пирогты шығаратын боламыз. Бізге қажет заттар: жұмыртқа, қант, сүт, сұйық май, ұн және де сода қажет болады. Ең алдымен содадан 1 шай қасық алып, ұнымызға араластырып қоямыз. Таза, құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз, қантымызды саламыз. Және де осындай венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Міне достар, жұмыртқамыз бен қантымыз бір-біріне араласып, осындай біркелкі масса пайда болып жатыр мұнда. Ал енді үстінен сүтімізді жаймендеп, 3 бөлікке бөліп, құйып, араластырып алатын боламыз. Қантымыз ерігенше дәл осылай венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне достар, біздің қантымыз еріп, осылай сүтпен араластырып алдым. Енді сұйық майымызды қосамыз. Және де венчиктің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Ал енді ұнымызды қосамыз. Ұнымызды міндетті түрде елегіштен өткізіп қосу қажет. Сонда сіздердің пирогтарыңыз жақсы көтерілетін болады. Осылай ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Міне достар, біздің пирогымыздың қамыры дайын болды. Дәл осындай біркелкі, осындай консистенциядағы қамыр пайда болу қажет. Осылай лопатканың көмегімен шет-шетіндегі қамырларды жинап алдым. Ал енді менің формам мұнда 26 сантиметр диаметрі. Осының үстінен пергамент қағазымды төсеп, қамырымды салып алатын боламын. Видеода көрсетілгендей дәл осындай етіп кішкене сілкіп аласыздар қамырларыңыз шет-шетіне толық жайылу үшін. Енді 180 градуста 25-30 минут аралығында пісіріп алдым. Қараңыздар, менің пирогым дайын болды. Дәл осындай қып-қызыл болып піседі пирогтарыңыз. Өте дәмді, жұмсақ пирог пайда болады. Қазір кесілгендегі көрінісін көрсететін боламын. Қараңыздар, оңай кесіліп жатыр. Міне достар, қараңыздар, іші де толық піскен. Достар, міне менің пирогым дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.